Драманың басында басты кейіпкер Чен Ли көрсетіледі. Ол сыныпта ұйықтап жатып, үлкен дизайнер болуды армандайды. Кенеттен орнынан тұрып кетеді. Мұны көрген мұғалім, тұрған екенсің, онда осы сұраққа жауап бер дейді. Содан ол досынан, мұғалім не сұрады? Деп сұрайды. Дос оған, ол математика туралы сұрады дейді. Мұны естігенде, ол математика өте қиын, әрі қатты шатастырады деп айта бастайды. Сол кезде баста ер кейіпкер Сүй Вэй де арт жағынан келеді. Ол сабаққа кешігіп қалған еді. Сосын мұғалім Чен Ли есімді қыз қайда? Деп сұрай бастайды. Бұл есімді естігенде Сүй Вэй бір сәтке тоқтап қалады. Себебі ол Чен Лиді бұрыннан білетін. Енді мұғалім Чен Ли, қайдасың? Шық деп сұрайды. Сондықтан ол бас киімін киіп мұғалімнің алдына тұрады. Мұғалім бас киіміңді шеш дейді. Сол кезде ол бас киімін бетіне дейін көтереді. Ал мұғалім, сен математика туралы өте дұрыс айттың дейді. Мұғалім дәрісін оқып болған соң шығып кетеді. Бірақ Чен Ли сыныптан шыққан сәтте Сүй Вэй де оны артынан еріп шығады. Оны көргенде ол неге мені қуалап жүрсің? Менде тұмау бар. Саған да жұғады дейді. Сонда ол маған бәрібір. Неге кетерде маған қоштаспадың? Ақыры 2 жыл 6 айдан кейін сені көріп тұрмын дейді. Содан ол қаша жөнеледі. Бірақ алдында ағаш бар. Сондықтан қашып кетпек болған сайын Сүй Вэй оны ұстап алады. Бірақ ол бәрібір қашып ақыры жатақханасына жетеді. Енді ол қай жерде достарымен тамақтанып отырса да, Сүй Вэй келгенде дереу қашып кетуге мәжбүр. Досымен бірге кетіп бара жатқанда да, алдында Сүй Вэй тұрған соң тағы да қашып кетеді. Бірақ Сүй Вэй оны ұстап алып, осылайша менен қанша уақыт қашып жүресің? Маған неге қоштаспай кеткеніңді жауап беруің керек. Ақыры біз жігіт пен қыз болды қой дейді. Бірақ ол оның қолын тістеп, сол жерден қашып кетеді. Енді оның бөлмелесінің бірі келіп, оған Чен Лиге арналған шақыру билетін береді. Чен Ли де қатты қуанып, оны ашады да, оларға мені хен тобы шақырды, мен баруды армандаған жерім дейді. Бірақ кейін ол оның шын шақыру емес, жалған көшірме екенін біледі. Оны көрген соң, ол мен міндетті түрде барамын дейді. Осыдан кейін ол хен тобына барғанда күзетші шақыру билеті жалған екенін байқамайды. Сол жерге Сүй Вэй де әкесіне бірге келеді. Шын мәнінде бұл компания оның әкесіне тиесілі, бірақ ол әкесінің компаниясында жұмыс істегеннің орнына өз ісін бастағысы келген. Сол кезде ол жерде Чен Лиді көреді. Чен Ли адамдарға ондағы заттар туралы өте жақсы түсіндіріп жатыр. Адамдар да қатты әсерленіп, сен бәрін егжей-тегжейлі білесің ғой деп таңырқайды. Енді олар кеткеннен кейін ол заттардың жасырын видеосын түсіріп жүр, ал Сүй Вэй де артынан оның видеосын түсіріп, оны бопсалағысы келеді. Енді Чен Ли көрсетеді, ол тағы да сыныпта ұйықтап отыр. Оны көрген Сүй Вэй оған, менің өтінішімді қабылда деп хабарлама жібереді. Бірақ ол оның өтінішін қабылдамай, қайтадан ұйықтап қалады. Енді Чен Ли бір жерден өтіп бара жатыр, бірақ өзін жасыруға тырысады. Алдымен ол бас киім киеді, содан кейін маскада тағады. Сонда да Сүй Вэй оны ұстап алады. Ол тағы да одан қоштаспай кеткенінің себебін сұрайды, бірақ ол оған өтірік әңгіме айта бастайды. Сонда ол оған видеоны көрсетіп, маған шын себебін айт, әйтпесе бұл видеоны хен тобына көрсетемін дейді. Сонда ол жоқ, бұлай істеме. Шын мәнінде мен нақты себебін ұмытып қалдым. Маған ойлануға уақыт бересің бе? дейді. Сонда ол, ойымды жинақта. Бұл видеоны мен өзімге сақтаймын дейді. Осылай деп ол жерден кетіп қалады. Одан кейін Чен Ли көрсетіледі, ол тағы да сыныпта ұйықтап жатыр. Сүй Вэй оған хабарлама жібереді, маған су әкеліп берші. Бұл хабарламаны көргенде, ол мұғалім, мен дәретханаға барайын ба? Деп айта бастайды. Мұны естіген мұғалім, бар дейді. Бірақ Сүй Вэйге қараңызшы. Ол ешқашан сыныпта су ішпейді. Чен Ли қатты ашуланып отыр, өйткені бұл жігіт мені су әкелуге жұмсап жатыр. Одан кейін ол өзінің велосипедіне де жөндетіп алады. Ал қасында қыздар бірдеңе жеп отырса, сол затты келіп беруін сұрайтын. Енді осыдан кейін ол бір постерге қарап тұрады. Сонда Чен Ли, енді сен де кампус сайлауына қатысамын демеші дейді. Сонда ол, және бұл жерде сен маған көмектесесің дейді. Сосын ол бұйырып, мен саған не әкелуді айтсам, ол 10 минуттың ішінде есігімнің алдына жетуі керектік кетіп қалады. Жігіттер баскетбол ойнап жатыр, ал осы кезде Чен Ли жасырын жүріп, Сүй Вэйдің телефонын ұрлап алмақшы болады. Ол жігіттердің аймағына барып, Сүй Вэйдің телефонын іздейді, бірақ ол жерден таба алмайды. Дәл сол сәтте оған Сүй Вэйден хабарлама келеді. Ойын біткен соң маған су әкеліп берші. Оны оқыған Чен Ли, демек, ол телефонын ойынға да алып келген екенді күбірлейді. Бетін жауып, ол Сүй Вэйдің сөмкесі тұрған жаққа қарай беттейді. Ол сөмкеден оның телефонын алып, жүгіріп кетеді. Телефонды бірнеше рет ашуға тырысады. Ақыры өз туған күнін енгізгенде телефон ашылады. Ол оның галереясын ақтара бастайды да бір видеоны табады. Видеода ол, бақтағы осы жерге саған бір нәрсе қалдырдым. Келіп ал деп айтып тұр.
Дәл сол сәтте Сүй Вэй артынан пайда болып, телефонын қолынан жұлып алып, сен бұл жерге видеоны өшіруге келдің ғой. Иә. Бірақ мен оны бұлтқа жүктеп қойдым, сондықтан өшіре алмайсың дейді. Содан кейін Чен Ли одан неге сенің телефоныңның құпия сөзі әлі де менің туған күнім деп сұрайды. Ол оны есте сақтау оңай. Әйтпесе ұмытып қалар едім деп жауап береді. Сол сәтте бір қыз оған су әкеліп береді, бірақ ол бас тартады. Мұны көрген Чен Ли кенеттен мектепте оқып жүргенде Сүй Вэйдің минералды суға аллергиясы болғанын және ешқашан басқа ешкіммен су алмайтынын есіне түсіреді. Ол әрдайым Чен Ли өзіне су дегенше күтетін. Содан кейін Сүй Вэй одан маған айтатын бірдеңем бар ма, жоқ па деп сұрайды. Осылай деп ол кетіп қалады. Чен Ли жатақханасына қайтып келеді. Біраз уақыттан кейін Сүй Вэйден тағы бір хабарлама алады. Ол оны сағат 11:00-де бақта кездесуге шақырады. Осы уақытта Сүй Вэй Чен Лидің келуін күтіп отыр. Ол кіргенде Сүй Вэй оған отыруды ұсынады. Бірақ Чен Ли жоқ деп бас тартады. Ол отыруға арналған бір нәрсе әкелген еді. Чен Ли оны сурет сала бастайды. Ол сурет салып жатқанда Сүй Вэй көзін одан ала алмайды. Ол екеуі жігіт пен қыз болып жүрген кездерін есіне алады. Сол кезде Чен Ли дәл осылай оның алдында отырып, оның суретін салатын. Сосын Чен Ли оның шашынан бір нәрсе байқап қалып, оны алып тастауға жақындайды. Олар бір-біріне өте жақын тұрды. Сол сәтте есіне алған кезде Сүй Вэйдің жүзіне күлкі үйіріледі. Чен Ли суретін аяқтап, оған көрсеткенге, ол қателіктерін көрсетіп, қайта салуын сұрайды. Ренжіген Чен Ли, саған не болды? Енді сенің суретіңді салмаймын дейді. Ол ашуланып, оған жау сияқты бейнеленген, ашулы түрдегі суретті ұстатады. Кейінірек ол суға тамақтың бөліктерін лақтырып жатқанда, қасына мысық келеді. Ол мысықты тамақтандырмақ болады, бірақ мысық жемейді. Дәл сол сәтте Сүй Вэй келіп, мысықты өзі тамақтандырады. Чен Ли кетіп бара жатқанда, Сүй Вэй оны тоқтатып, сенің суретің осыншалықты жақсы екенін білмеппін. Иә, енді сенен ештеңе сұрамаймын, мазаламаймын да дейді. Мұны естіген Чен Ли, мен туралы видеоны өшір дейді. Сүй Вэй жоқ постерімді бітірген соң ғана өшірем деп жауап береді. Сосын ол кетіп қалады. Чен Ли оған ашуланса да, мысықты көтеріп бара жатқанда оның өзіне қалай қарағанын көріп, еріксіз жымияды. Ол әлі де оған сезімі барын түсінеді, бірақ өзін тежеп, жатақханаға қайтып, оның постерін жасауға кіріседі. Ол мысықты құшағында ұстап, өзіне қараған сәтін қайта-қайта есіне алады. Кейін сабақта Сүй Вэй Чен Лидің келмегенін байқайды. Ол оған неге сабақта жоқсың деп хабарлама жібереді, бірақ Чен Ли жауап бермейді. Осы уақытта Чен Ли постерді аяқтап, оған қарап тұр. Сосын ол постерді тапсыруға барады, ал Сүй Вэй оны көріп жымияды. Мұны байқаған мұғалім Сүй Вэй не істеп тұрсың деп сұрайды. Сүй Вэй, тұстас, мен жұмысымды аяқтадым. Енді кетемін деп жауап береді. Ол асыға жүгіріп шығып, постерді көреді де Чен Лиді іздеуге асығады. Ол Чен Лиді тапқанда, Чен Ли, бүгін көп жымиып жүрсің. Неге мені өшірмейсің дейді. Бірақ ол сөзін аяқтамай жатып, Сүй Вэй әңгімені басқа жаққа бұрып, оның қасына отырады. Чен Ли одан сәл алысырақ отыруға тырысады. Сосын Сүй Вэй одан маған айтқың келген бірдеңе бар ма деп сұрайды. Чен Ли, біз тек сыныптаспыз. Арамызда ортақ ештеңе жоқ деп жауап береді. Мұны естіген Сүй Вэй ашуланып кетіп қалады. Бірақ Чен Ли видеоны өшіру туралы тағы айтқанда, ол егер сайлауда жеңсем, видеоны өшіремін дейді. Ол тағы да оны алдап кетіп қалады. Осы кезде Чен Ли төсеме сатып алуға барады. Сол сәтте сынып старостасы кенеттен пайда болады. Ол төсемелерді жасырып, тезірек кетуге тырысады, бірақ төсемелерді сол жерде ұмытып кетеді. Ол кеткен соң сатушы қыз төсемелерді старостаға беріп, оларды Чен Лиге апарып беруін сұрайды. Староста оларды ыңғайсызданып жасырып кетіп бара жатады, бірақ жолда Чен Лидің бөлмелесі Сүй Мияомен кездесіп қалады. Ол Сүй Мияоны шекке тартып төсемелерді бермек болады, бірақ Сүй Мияо оны ұрсып кетіп қалады. Ол кеткен соң староста төсемелерді бір жаққа лақтырып, өзі де кетіп қалады. Келесі күні таңертең Чен Ли мектептің алдында барлық қыздарға Шу Вэйге сайлауда дауыс беруді айтып жүр. Ол ашуланып, осындай маңызды күні Шу Вэй қалай кешігіп жүргенін таңырқайды. Дәл сол сәтте Шу Вэй келеді, үстінде Чен Лимен бірдей киім бар. Оны көргенде Чен Ли аузына еріп бермей, сен сондай сүйкімдісің деп қояды. Дәл сол кезде Шу Вэйдің бөлмелестері келіп күліп, сен сондай сүйкімдісің дейді. Чен Ли оған ашулы көзбен қарағанда, ол бірден тына қалады. Сосын таңертеңгі кезекші костюм киген қызды байқап, мен сенің бөлмелесің Сүй Мияо шашын ешкімге ұстатпайды, өйткені ол таз деп естідім дейді. Мұны естіген Сүй Мияо бас киімін шешіп, енді бетіме қарап айт дейді. Ол оны теуіп кетіп қалады. Енді Шу Вэйге жанкүйерлер аз келеді, ал келгендері, біз сенімен суретке түсіп бола ма дейді. Шу Вэй бас тартпақ болғанда Чен Ли араласып, әрине, суретке түсе аласыздар дейді. Сосын ол Шу Вэйді олардың жанына жіберіп, өзі суретке түсіре бастайды.
Одан кейін Шу Вэй қыздарға арнап би билей бастайды. Бәрі оған ұмтылады. Оның биін көріп тұрған Чен Ли өткенді еске ала бастайды. Естелікке олар шындық немесе батылды ойынын ойнап отыр. Шу Вэй шындықты таңдайды. Ол одан мені алғаш қашан байқадың деп сұрайды. Ол жауап береді. Мен сені алғаш кішкентай кезімде көрдім. Сен саябаққа келіп, мені бір балалардың қорлығынан құтқардың. Мектепте сені қайта көргенде бірден таныдым. Бірақ Чен Ли мұның ешқайсысын есіне түсіре алмайды. Мүмкін ол басқа қыз болған шығар. Осыны есіне алып, ол өзіне мен сені енді ешқашан сатпаймын деп уәде береді. Чен Ли өзі салған суретке қарап, Шу Вэймен болған әңгімесін еске түсіреді. Ол Шу Вэйді ойынан шығара алмай ақ қойды. Енді есіне түседі. Мен оған плакат жасаған едім ғой. Сол қайда екен? Сөйтіп ол плакатты іздеуге шығады. Ақыры тапқан кезде ол оны алып жүріп кетеді. Бір сәтте ол плакатпен тұрып, ол менің видеомды да өшіріп тастады. Сонда да мен неге оны ойлай беремін деп өзінен сұрайды. Сосын ол оны бөлмесіне қайта алып келеді. Мұны көргенде Сүй Мияо, неге оны тағы да алып келдің дейді. Чен Ли, бұл менің алғашқы жобам, сондықтан алып келдім деп жауап береді. Сүй Мияо телефонына қайта үңіледі. Бірақ Шу Вэйдің плакаты оған тағы да қарап тұрғанын байқап, қарашы, түні бойы ол маған қарап тұрғандай сезінемін дейді. Мұны естіген соң Чен Ли плакаттың бетін басқа жаққа бұрады. Сосын Чен Ли, егер біреу сені тастап кетсе, ал сен оны қайта көргенде, ойымнан кетпесе, бұл нені білдіреді деп сұрайды. Сүй Мияо, бұл оны ұнататыныңды білдіреді. Қайда барсаң да ойымда жүреді деп жауап береді. Дәл сол сәтте Чен Ли электрондық хат алады. Ол Хен тобының оны сұхбатқа шақырғанын біледі. Басында қатты қуанады, бірақ олар өзімен бірге дизайндарын алып келуін сұрағанын оқығанда сәл қобалжи бастайды. Кейін ол дизайндарын мүсінге айналдырмақ болады, бірақ бәрі оның жұмысын жасаудан бас тартады. Осы уақытта Шу Вэй менеджермен бірге қалада іскерлік келісім үшін жүр. Олар кетіп бара жатқанда Шу Вэй Чен Лиді байқап қалады. Ол менеджеріне сен кете бер деп тез айтады. Сосын ол Чен Лиді артынан еріп жүре бастайды. Чен соңғы зауытқа барып, өз бұйымдары туралы сұрайды, бірақ олар да одан бас тартады. Көңілі түсіп кетуге ыңғайланады. Дәл сол сәтте ол алдында Шу Вэйдің тұрғанын көреді. Оны көргенде көзіне жас толады. Ол ашсың ба деп сұрайды. Екеуі бірге тамақ ішуге кетеді. Кешкі ас кезінде ол көп ішіп, дәптерін көрсетіп, қарашы, менің дизайндарым жақсы емес пе? Неге ешкім маған мүсін жасап бергісі келмейді? дейді. Ол оның дизайндарын қарап отырып, мыналар қандай ерекше. Бұндайды бұрын соңғы көрмеппін дейді. Оны естігенде Чен Ли қуанып қалады. Одан кейін Шу Вэй оны қонақ үйдегі бөлмесіне қайтарады. Бөлмеге кіргенде ол оны төсекке жатқызады, бірақ сол сәтте ақ ол оны өзіне тартып, одан сайын жақындатады. Ол оны сүйейін деп жатқанда сырттан бір дауыс естіледі. Ұйықтап қалдың ба? Басында Шу Вэй жауап бермейді, бірақ ол тағы да сүймек болғанда дауыс қайталап ояусың ба дейді. Шу Вэй, жоқ, мен ұйықтап жатырмын деп жауап береді. Келесі күні таңертең Чен Ли көзін ашқанда қасында Шу Вэйдің жатқанын көреді. Осыны көргенде өткен түнгі барлық естеліктер есіне түседі. Ол тұрып кетпек болғанда тазалықшы әйел кіріп, мен сендер бөлмеден шығып кетті деп ойладым дейді. Сосын ол шығып кетеді. Тазалықшы кеткен соң Шу Вэй Ченді қайтадан құшағына тартып бірге жатады. Оның қолын ұстап қайтадан ұйықтап қалады. Келесі көріністе Шу Вэй Чен Лиді қалаға іскерлік келісім үшін келген адаммен таныстыруға апарады. Ол осы адамнан Чен Лидің эскиздері бойынша мүсінді жасауын сұрайды, ал ол келіседі. Сосын екеуі бірге кетеді. Келесі күні таңертең Чен Ли сабаққа кешігіп қалып, жүгіре бастайды. Сол сәтте Шу Вэй велосипедпен артынан келіп, оның қасына тоқтайды. Екеуі де ұялып, бір-біріне қайырлы таң дейді. Кенеттен Чен Ли есіне түсіріп, мен сабаққа кешігіп жатырмын, сен де кешігесің. Тезірек сабаққа бар дейді. Шу Вэй, мен сені апарып тастай аламын. Міне, мін деп түсінді. Бірақ ол артына қарағанда оның велосипедіне отырғыш жоқ екенін байқады. Ұялып қалған Шу Вэй үндемей қалды. Содан кейін Чен Ли, сен бана кел. Мен жүгіріп жетемін деді. Мұны естіген Шу Вэй кетіп қалды. Чен Ли сыныпқа жеткенде профессордың бірнеше ұл баланы кешіккен үшін осып жатқанын көрді. Дәл сол сәтте Шу Вэй кіріп, профессорға сұрақ қойып, Чен Лиге сыныпқа білдірмей кіруге ымдады. Ол асығып кіріп кетті. Профессор байқамай қалды. Ал Шу Вэй артынан, иә, енді түсіндім деп кірді. Ол өз орнына отырды. Одан кейін Чен Ли Шу Вэйге көмектескен үшін алғыс айтты. Бірақ сабақ аяқтала салысымен екі қыз Чен Ли туралы сыбырласып, оны ұры деп атады. Сүй Яо, егер ол туралы айтан болса, бетіне айт. Артынан өсек айтудың не керегі бар? Деді. Қыздардың бірі, білмейсің бе? Сенің бөлмеңде ұры бар. Си Хуэй өзі айтты деп жауап берді. Мұны естіген Сүй Мияо Си Хуэйге қарап, сен Чен Ли бірдеңе ұрлады деп айттың ба? Деп сұрады. Си Хуэй,
иә, айттым деп жауап берді, өйткені ол шынымен айтқан еді. Чен Ли үнсіз қалды, өйткені ол Си Хуэйдің төсемелерін рұқсатсыз алғанын есіне түсірді. Сондықтан оны ұры деп атап жүргені осыдан шығар. Басқа қыздар Чен Лидің реакциясын көріп, демек, ол шынымен ұрлаған екен ғой деді. Чен Ли кетіп бара жатқанда Сүй Вэй оны тоқтатып, оларға ештеңе істемегеніңді айтшы деді. Бірақ Чен Ли ашуланып, қолын жұлып алып, маған қайта-қайта сұрақ қоймаңдар деді. Ол кетіп қалды. Жатақханаға оралғанда Чен Ли Си Хуэйден кешірім сұрап, сенің төсемелеріңді рұқсатсыз алғаныма кешірім сұраймын. Қайтарып бермек едім, бірақ оларды жоғалтып алдым деді. Си Хуэй әлі де ренжіп, мен саған қалай сенемін? Деп жауап берді. Дәл сол сәтте Сүй Мияо есіне түсіріп, староста маған сол төсемелерді Чен Лиге қайтарып бер деп берген еді. Мен оларды қайтарып бердім деді. Мұны түсінген соң, Сүй Мияо старостаның жанына жүгіріп барып төсемелерін қайтаруды талап етті. Староста, мен оларды лақтырып жібердім деп жауап берді. Сүй Мияо жарайды, онда өз ақшаммен жаңасын сатып әкелесің деді. Староста, ақшасын ала сал. Мен дүкенге барып, оны алмаймын деді. Алайда соңында ол төсемелерді сатып алып, оған берді. Сүй Мияо қаптаманы ашқанда ішінде қорғаныш бар екенін көрді. Ашуланған ол төсемені қайта лақтырып, мен сенің осындай адам екеніңді білгенмін деді. Староста ұялып, мен оны салған жоқпын. Оның қалай түскенін білмеймін деді. Ол затты тез қалтасына салып кетіп қалды. Кейін Чен Ли төсемелерді Си Хуэйге қайтарған соң, өзін кінәлі сезінген Си Хуэй, сені кінәлағаным үшін кешір деп кешірім сұрады. Осылайша олардың достығы қайта қалпына келді. Осы уақытта Сүй Вэй телефонына қарап, егер ол дөрекі болған үшін кешірім сұрамаса, мен оны кешірмеймін деп ойлап отырды. Ал екінші жақта Чен Ли оған не жазарын білмей қиналып отырды. Ақыры ол кешір деп жазып, байқамай жүрек эмодзисін қосып жіберді. Хабарлама қателесіп жіберіліп кетті. Сүй Вэй бұл хабарламаны көріп қатты қуанды. Бірақ сол сәтте Чен Ли қателескенін түсініп, хабарламаны өшіріп тастады. Бұл Сүй Вэйді одан сайын ренжітті. Соңында Чен Ли оған кешірім сұраған видео жіберді. Сүй Вэй баскетбол ойында еді. Ойын қыза түскенде ол Чен Лидің келгенін байқайды. Оны көргенде жүзі қуанышқа толды. Үзіліс кезінде Чен Ли оған су әкеліп жақындамақшы болады. Бірақ оған жетпей жатып, бір топ қыз оған су ұсынады. Сүй Вэй олардан алудан бас тартады. Қыздар кеткен соң Чен Ли жақындап өз суын ұсынады. Алайда Сүй Вэй мұны қабылдамайды. Чен Ли шатасып, мен кешірім сұрадым, неге мені кешірмейсің? Деп сұрайды. Сүй Вэй, сен не істегеніңді білесің ғой, солай ма? Деп жауап береді. Чен Ли, иә, білемін. Мен саған барлығының көзінше айқайладым дейді. Мұны естіген Сүй Вэй күлімсіреп кетіп қалады. Ал Чен Ли бөтелкені неге алмағанына таң қалады. Кейінірек Чен Ли тағы бір су бөтелкесін таңдауға тырысады, бірақ түрінен шатасып тұрғаны көрініп тұр. Осы уақытта Сүй Вэйдің айналасында тағы да қыздар жиналып, әрқайсысы оған су ұсынуда, бірақ ол бәрінен бас тартады. Кенеттен Чен Ли арт жағынан өте үлкен су бөтелкесін көтеріп келеді. Соншалық Сүй Вэй оны алғашында көтере алмай қиналады. Ол аң-таң болып, неге ол маған осындай үлкен бөтелке берді деп ойлайды. Ол бұған дейін оған кішкентай бөтелке берген үшін ренжіді деп ойлаған еді. Оған бөтелкені берген соң Чен Ли, көбірек керек болса, маған айта сал дейді. Сүй Вэй қатты қуанып кетеді. Ал Чен Ли кетіп бара жатқанда, ол қуанышын жасыра алмайды. Басқа қыздар алып бөтелкені көріп, саған әлі су бөтелкесі керек пе деп сұрайды. Сүй Вэй алып бөтелкені көтеріп, сендер қалай ойлайсыңдар деп жауап береді. Қыздар жеңілген күйде кетіп қалады. Кейінірек ұлдар өз су бөтелкелерін салыстырып, кімге көбірек тигенін көреді. Әрине, Сүй Вэй жеңеді, өйткені оның бөтелкесі ең үлкені. Ол бөтелкені бөлмесіне апарып, алдына қойып, шешіне қарайды. Осы кезде сабақта Чен Ли Сүй Вэйдің келмегенін байқайды. Уайымдап, ол оның бөлмелесі Сяодан, оған не болды деп сұрайды. Сяо былай деп жауап береді, ол ауырып қалды. Ол жай ғана сол су бөтелкесін құшақтап отыр. Маған да басқаларға да оны ұстауға рұқсат бермейді. Қандай қызуы бар екенін білмеймін. Чен Ли біраз үнсіз қалады. Содан кейін Сяо, сен кенеттен Сүй Вэйге қатты қызығушылық танытып кеттің ғой деп қосады. Чен Ли тез жауап береді, мен жай ғана сұрадым. Осы уақытта Сүй Вэй бір әдемі ханыммен кездесіп, инвестициялық мүмкіндік туралы сөйлесіп отыр. Ол одан сұрайды, неге мен саған инвестиция салуым керек? Неге әкеңмен сөйлеспеймін? Сүй Вэй байсалды кейіппен түсіндіреді. Менің әкеммен қарым-қатынасым онда емес. Мен одан оңайлықпен бірдеңе сұрай алмаймын. Әйел әрі қарай сұрайды, онда біздің қарым-қатынасымыз қандай? Сүй Вэй жауап береді, мен саған бұрында айтқанмын, сен мені анамнан да жақсы көресің. Сен мен үшін ерекше адамсың. Оның сөздерінен әсерленген әйел жарайды, мен саған инвестиция саламын деп келіседі. Сүй Вэй қатты қуанып, құттықтаймын, енді біз серіктеспіз дейді. Ол кетіп бара жатқанда, даяша үйге жақындап, оның көрікті екенін байқап, ол сіздің ініңіз бе? деп сұрайды. Әйел жоқ, ол менің ұлым деп жауап береді.
өзін мақтанышпен сезініп, үйіне қарай бет алады. Келесі көріністе баскетбол ойыны көрсетіледі, ал екінші жақта Сүй, Мяо мен Чейн Ли черлидинг биіне қатысады. Дәл сол кезде бірнеше қыз келіп, тезірек кел деп шақырады. Чейн Ли тез дайындалуға асығады, бірақ оның сыдырмасы тұрып қалады. Ақыры сыртқа шыққанда ол Сүй Вейдің жақындап келе жатқанын көреді. Сүй Вей, не болды? деп сұрайды. Ол сыдырмасы туралы айтып береді, ал Сүй Вей оған көмектеседі. Екеуі жақын тұрғандықтан Сүй Вей ойыннан кейін ағаштың түбінде кездесеміз дейді. Чейн Ли келісіп биіне қарай кетеді. Ол биге бара жатқанда Сүй Вей жымиып қояды, ал Чейн Ли басқа қыздармен бірге би билеп керемет өнер көрсетеді. Олардың өнерінен кейін ойын қайта жалғасады. Сүй Вей әр гол соққан сайын ең қатты қуанатын Чейн Ли. Сяо оның қуанышын байқайды, бірақ неге сонша шаттанғанын түсінбейді. Ойын жеңіспен аяқталған соң Сүй Вей кетіп қалады, ал Чейн Ли оған қарап тұрады, өйткені онымен сөйлескісі келеді. Содан кейін ол оған жету үшін артынан жібіп кетеді. Кейінірек Чейн Ли Сүй Вейді күтіп тұрғанда Сяо келіп, неге осында күтіп тұрсың деп сұрайды. Ол оған Сүй Вей үшін дейді. Ол жауап береді, Сүй Вей бір қызбен бірге кетті. Мұны естіген Чейн Ли оны іздеп жүгіріп кетеді. Шынымен де оның қызбен бірге екенін көреді. Чейн Ли ашуланып кетіп қалады. Сосын Чейн Ли Сүй Вейдің постерін алып, сыртқа шығарып қояды. Ол сол жерде тұрып, мен оны неге шығарып салуға келдім деп ойлайды. Келесі көріністе ол бір сәлемдемені көтеріп бара жатыр. Дәл сол сәтте Сүй Вей келіп, сенің сәлемдемен келді. Бөлшектерге арналған деп айтқаның дейді. Ол иә деп жауап береді. Ол ашайын деп жатқанда қыз оны тоқтатып, мен өзім ашамын дейді. Одан кейін ол кетіп қалады, бірақ жігіт оның артынан ере бастайды. Чейн Ли сабаққа келгенде тесті жақсы өтпейді. Мұғалім оны ұрсады. Сабақ соңында сыныпта тек Чейн Ли мен Сүй Вей ғана қалады. Сүй Вей Чейн Лиге жақындап, тестке не оқу керектігін түсіндіруге тырысады, бірақ ол аса қызығушылық танытпайды. Ол мен өзімнің жолыммен істеймін деп жауап береді. Осыны айтып, ол кетіп қалады. Чейн Ли отырып тамақтанып жатқанда Сүй Вей келіп, оған маңызды жазбаларды беріп, мыналарды оқы дейді. Ол кеткен соң Чейн Ли жазбаларды Сяоға беріп, мыналарды оған қайтарып беруді ұмытпа дейді. Сяо керемет жазбаларды алғанына қуанады. Сабақта мұғалім барлық оқушыларға бағаларын айтып жатыр, ал Чейн Ли ең соңғы орын алады. Сүй Вей мұны естігенде мүлде таң қалады. Дәл сол сәтте Сяо оның жазбаларын қайтарып жатып, бұл жазбалар маған қатты көмектесті дейді. Сүй Вей, саған бұл жазбаларды кім берді? деп сұрайды. Сяо, Чейн маған оларды қайтаруды тапсырды, бірақ мен оларды оқып болған соң қайтардым деп жауап береді. Бұл жағдай Сүй Вейді соншалық ашуландырады, ол жазбаларды үстелге салып ұрады. Барлық оқушылар оған қарап қалады. Сабақ аяқталған соң Сүй Вей Чейн Лиге жақындайды, бірақ ол оны мүлде елемей кетіп қалады. Сүй Вей абдырап, ол неге маған ренжулі деп ойлайды. Осыдан кейін Сүй Вей бөлмесіне оралғанда Сяодан жаңағы қыз кім? Қызың ба деп сұрайды. Сүй Вей, қызым ба? Жоқ, олай емес деп жауап береді. Сяо, иә, бұл туралы бүкіл сынып біледі дейді. Енді Сүй Вей оның неге ренжігенін түсінеді. Барлық достар жиналып ән айта бастайды. Сол кезде кенеттен Сүй Вей кіріп келеді. Сосын ол Сяоны ығыстырып, Чейн мен басқалардың арасына отырып алады. Чейн кетпек болғанда ол оны ұстап алып, қасына отырғызып, не болды? Маған ренжіп жүрсің бе деп сұрайды. Енді бәрі бірге step by step әнін айта бастайды. Кезек Сүй Вейге келгенде Чейн Ли оған микрофон бермейді. Бірақ Сүй Вей микрофонды өз алып, жігіттің қызы жоқ туралы ән айта бастайды. Көңілді уақыттан кейін Чейн Ли мен Сүй Вей бірге серуендейді. Чейн Ли өте қуанышты. Сүй Вей, неге сонша қуанып тұрсың деп сұрайды. Ол кафеде қосымша тамақ алдым деп жауап береді. Сосын Чейн Ли одан сол күні қасында болған қыз, ол сенің қызың ба деп сұрайды. Сүй Вей, ол менің қызым деп қызғанып тұрсың ба деп жауап береді. Чейн, неге мен қызғануым керек дейді. Сүй Вей оған, ол менің қызым емес. Ол туысым дейді. Оны естіген Чейн Ли, ол оның әпкесі шығар деп ойлайды. Сосын Сүй Вей, енді бәрі түсінікті болса, біз бірге бола аламыз ба деп сұрайды. Чейн Ли, иә, менде оған қатысы ештеңе жоқ деп жауап береді. Сосын ол оның қолын ұстап, неге қолым сонша суық дейді. Ол оның қолын ұстап, бірге жүре бастайды. Сен мені қашаннан бастап ұната бастадың деп сұрайды. Чейн Ли, мен сені қайтадан ұната бастағаным сенің суретіңді салған кезіңде деп түсіндіреді. Ол тағы да тіпті сенің постеріңді бөлмеме апарып, әр кеш сайын сені көріп жүрдім деп айтады. Сүй Вей, шынымен ме? Маған сол постерді қатыр бер. Ол махаббатымыздың белгісі дейді. Оны естіген Чейн Ли үнсіз қалады, өйткені ол постерді лақтырып жіберген еді. Бірақ сосын, жарайды, саған беремін дейді. Олар бірге жүріп әңгімелерін жалғастырады. Келесі күні ол Hang Group компаниясына сұхбатқа барып, өз жұмысын таныстырады.
Сұхбат алушылар оның жұмысын ұнатады, бірақ түйіндемесін оқи сала: біз тек дизайнерлерді жұмысқа аламыз, сондықтан сені ала алмаймыз дейді. Қабылданбаған соң Чейн Ли отырып қалады. Осы кезде оған Ио есімді адам жақындайды. Ол оның жұмыстарын қарап, бұл өте жақсы екен деп пікір айтады. Сосын ол оған бірнеше сұрақ қояды. 3 сұрақтан кейін ол: сен қабылдандың дейді. Осылайша ол өз визиткасын беріп кетіп қалады. Чейн Лидің ата-анасы оған алаңдайды. Олар ол неге сонша көп оқи бастады деп таңырқайды. Ол бұрын тек ұйықтап қана жүретін, ал қазір таңнан кешке дейін отырып оқиды. Сол сәтте Чейн бөлмесіне шығып, ата-анасына: теледидарды өшіріңдер, маған оқу керек дейді. Осыны айтып ол кетіп қалады. Ал анасы: біз оны бұл жерден міндетті түрде жіберуіміз керек деп пікір айтады. Осыны ойлап, олар оны үйден шығарып, сыртқа шығып серуендік кел дейді. Олар оны үйден итеріп шығарады. Чейн енді сыртта, бірақ не істерін білмейді. Сол сәтте ол Сүй Вейдің видеосын есіне түсіреді. Онда ол оған арнап ағаштың түбіне қорап жасырғанын айтқан еді. Сондықтан ол сол жерге асығады. Ол 2-3 ағаштың түбін қазып қорапты табады. Ол қорапты ашқанда ішінде сурет пен артында біз әрқашан мерейтойымызды бірге атап өтеміз деген жазуы бар қағаз болады. Мұны көрген соң ол суреттің алдына жарай деп жазады да бәрін бұрынғыдай қайтадан топыраққа көміп қояды. Осының бәрін істеп болған соң ол Сүй Вейге қайта оралады да оның құрылыс алаңында жұмыс істеп жатқанын көреді. Осыны көріп, Чейн Сүй Вейдің шын мәнінде өте кедей екенін түсінеді. Осының бәрін ойлап, ол жылай бастайды. Сүй Вей оны байқап қалып, қасына келеді. Ол оған ақша береді де кетіп қалады. Ақшаны алған соң Сүй Вей қатты қуанады. Тіпті менеджеріне: қызым маған ақша берді. Мүмкін менде ақша аз екенін түсінген шығар дейді. Менеджері: сен оған баймын деп айтпадың ба? Деп жауап береді. Сүй Вей: егер ол мені ойласа, одан не болады? Дейді. Чейн бөлмесіне қайтып келгенде құрбылары оны топтап чатқа шақырады. Олар бір роман туралы әңгіме қозғап, бай болып көрінген, бірақ шын мәнінде кедей болған бала жайлы оқиғаны бөліседі. Мұны естігенде ол Сүй Вейдің дұрыс жұмыс істемегені үшін ұрыс естігендегі көңіл күйін елестете бастайды. Тіпті ол жұмыстан шығарылған кезде өзінің келіп қалғанын да қиялдайды. Ол: оны жұмыстан шығарамын дегеніңіз не? Мен оны өзіммен бірге алып кетемін. Оған өзім ақша төлеймін дейді. Сосын тағы бір көріністі елестетеді. Ал егер Сүй Вей ақшасын қайтарып беріп, мен сенен мұны күтпедім десе ше? Мен ондайды мүлде қаламаймын. Осы уақытта Сүй Вей Чейн Ли берген ақшаны пайдаланып жүргені көрсетіледі. Ал екінші жағында Чейн Ли сабақта тізім бойынша қатысу белгіленіп жатыр. Сүй Вейдің аты аталғанда ол дәретханаға кетті дейді. Мұғалім: ол менен рұқсат сұрап кеткен деп жауап береді. Басқа студенттер Чейн Лиге күле бастайды. Ал ол болса: мен шатасып кеткен шығармын деп ақталады. Кейін ол ойлайды: берген ақшам үшін өзін жайсыз сезініп қалмаса екен. Оған хабарлама жазуым керек. Дәл сол сәтте Сүй Вей кіріп келеді. Ал ол оған берген ақшасы туралы сұрай бастайды. Ол: сен маған қайтарып беру үшін ақша бердің бе? Деп жауап береді. Ол қалтасынан ақшаны шығарады, бірақ енді тек тиындар ғана қалған. Оны көрген Чейн Ли оның шынымен кедей екеніне тіпті көбірек сенеді. Сосын ол: егер ақшам болмаса, өзіңге қалдыра бер дейді. Осыны айтып ол қашып кетеді. Ал Сүй Вей не болғанын түсінбей абдырап қалады. Келесі көріністе Чейн Ли ұл болып киініп, Сүй Вейдің жатақханасына жасырын кіріп алады. Сүй Вейдің бөлмесінің сыртында ол кілтін тауып алады, өйткені оның қайда жасырғанын жақсы білетін. Ол бөлмеге кірген сәтте ақ қатты иіс сезеді. Төңіректегі шашылған заттарды көріп, ол бірден жинастырып, бәрін мұқият тазалай бастайды. Жұмысын бітірген соң ол үнсіз шығып кетеді. Ол кеткеннен кейін сынып старостасы мен Сио бөлмеге қайтып келеді. Олар кіріп: "Уау, бөлмеміз қалайша осынша таза болып кеткен?" деп таңырқайды. Олар мұны Сүй Вейдің бір фанат қызы тазалап кетті деп ойлайды. Келесі күні Чейн Ли тағы да жасырын кіріп, олардың бөлмесін жинайды. Ол тағы да бәрін бітірген соң бірден шығып кетеді. Бірақ бұл жолы үш жігіт көп ұзамай кіріп, бөлменің тап-таза екенін көріп, қатты таңғалады. Сүй Вей бір тәпішкені тауып алып, ұстап тұрып: "Мен қалай көрініппін?" деп сұрайды. Осы кезде Сүй Вей бөлмені жинап жүрген фанат қыздың Чейн Ли екенін түсініп қояды. Кейінірек сабақта Чейн Ли қатты шаршағаны көрініп тұрды. Оны көрген Сүй Мяу: "Соңғы күндері неге сонша шаршап жүрсің?" деп сұрайды. Чейн Ли ештеңе демейді, бірақ сол кезде Сүй Вей дәл сол тәпішкелерді киіп сынып қайтарып келеді. Барлық студенттер күбірлеп, ол қалайша сабаққа тәпішке киіп келді деп айта бастайды. Сүй Вей орнына отырып, оның бөлмелестері бәріне: "Бір қыз Сүй Вейге осы тәпішкелерді қалдырып кетіпті, өйткені ол оның үлкен фанат екен" дейді. Сүй Вей бәрінің алдында тәпішкелерін көрсетіп мақтана бастайды, бірақ Чейн Ли оған көңіл бөлмейді. Дәл сол сәтте мұғалім кіріп, Сүй Вейдің аяғын созып отырғанын байқайды. "Мұғалім, аяғыңа не болды?" деп сұрайды. Сүй Вей аяғын тез тартып алады, бірақ тәпішкелері сол жерде қалады. Чейн Ли оларды шекке лақтырып жібереді.
Кейінірек дүкенде Сүй Вэй әлі де сол тәпішкелерге қарап отырады. Менеджері ол тәпішкелерді саған қызың сыйлады ма? деп сұрайды. Сүй Вэй, иә, біз кездесіп жүрміз, бірақ ол әлі ешкімге айтқан жоқ. Мен бүкіл мектеп білсін деп, қарым-қатынасымызды ресми еткім келеді деп жауап береді. Одан кейін ол тәпішкелерге қарап, қуаныштан жарқырап күледі. Осы уақытта Чейн Ли тағы да Сүй Вэйдің бөлмесіне тығылып кіріп, тазалауға кіріседі. Бірақ дәл сол сәтте басқару тобы барлық бөлмелерді тексеруге келеді. Олардың жақындап келе жатқанын естіп, ол терезеден тез шығып кетеді. Бірақ сол кезде сырттағы студенттер оны байқап қалады. Көп ұзамай басқару қызметкерлері де жиналған топқа қосылады. Студенттер оны әзілдеп, кімге сезіміңді білдіріп жатырсың деп сұрай бастайды. Мұғалім де, егер қазір түспесең, сені де, сен үшін келген жігітті де жазалаймыз дейді. Студенттер айқайлап, кім ол деп сұрай бастайды. Қысымға шыдамай Чейн Ли Сяо деп айтып қояды. Сяо аң-таң болып қалады, ал Сүй Вэй оған қарап тұрады. Чейн Ли ақыры тініңге түседі, бірақ Сүй Вэйдің қасына емес, Сяоның жанына барып тұрады. Тексеруші мұғалім оларды ескертіп, мұндай қылықты тағы қайталасаңдар, екеуіңді де кейін жазалаймын дейді. Осылай деп ол кетіп қалады. Сяо Чейн Лиді шетке тартып, неге бәріне мен үшін келдің деп айттың. Шын мәнінде Сүй Вэй үшін келген едің ғой деп сұрайды. Бірақ Чейн Ли оны бойының қысқалығымен мазақтап, Сяоны ашуландырып жібереді. Осыдан кейін Чейн Ли ауырып, қызуы көтеріледі. Достары оған, сенің Сяомен жүріп жүргеніңе сене алмаймыз. Басқа жақсырақ адам таба алмадың ба? деп сұрайды. Чейн Ли оларға, шын мәнінде мен Сүй Вэймен жүріп жүрмін. Біз кітті мектепте жүргенде де кездескенбіз дейді. Дәл сол сәтте сырттан Сүй Вэй хабарлама жасайды. 5 секундтан кейін осында кездесеміз. Ол кері санауды бастайды. Мұны естіген Чейн Ли асығып сыртқа жүгіріп шығады. Сүй Вэйге жеткенде, ол мені неге осында шақырдың? деп сұрайды. Ол барлығы сенің менің қызым екенімді және біз кездесіп жүргенімізді білсін деп жауап береді. Бірақ Чейн Ли бұған дайын емес еді. Сүй Вэй оған күртесін ұсынып, сенде екі таңдау бар. Не менімен бірге осы күртені киіп, алаңды 5 рет айналып жүгіресің, не өзің 10 айналым жүгіресің дейді. Ол кетіп бара жатқанда, Чейн Ли оның артынан жүгіріп қолынан ұстайды. Оны көрген Сүй Вэй жымиып қояды. Олар алға жүргенде, қастарында отырған Сяоны байқайды. Чейн Ли тез арада Сүй Вэйдің қолын жібереді, бірақ ол оның қолын ұстап алып, Сяоға, ол енді менің қызым деп көрсетеді. Сонда Сяо, менің атымды ақтап, барлығына сен менің қызым емесің деп айт дейді. Сүй Вэй жарайды, бірге суретке түсіп, оны жүктейік. Сонда бәрі біздің қарым-қатынаста екенімізді біледі деп жауап береді. Ол екеуінің суретін түсіре бастайды. Келесі көріністе Сүй Вэйдің өгей шешесі оны алып кетуге келеді, бірақ ол, мына костюмді кимесең, көлікке отырмайсың дейді. Сондықтан Сүй Вэй өгей шешесі берген костюмді киіп, онымен бірге кетеді. Сяо оны көріп, жасырын түрде суретке түсіре бастайды. Сяо оны үнемі аңдып жүреді. Сүй Вэйдің өгей шешесінен ақша алып жатқанын көреді. Ол оған ақшаны бергеннен кейін сөмкесінде ұстатады, ал Сяо оны да суретке түсіріп алады. Келесі күні сабақта Сяо Чейн Лиге қоңырау шалып, Сүй Вэйдің барлық суреттерін көрсетеді. Бірақ Чейн Ли, ол маған оның әкесі екенін айтты дейді. Сяо жауап береді, олай емес. Ол шынымен кедей, сондықтан ол осы бай қызбен уақыт өткізіп, ақша алу үшін және сенің қасыңда болу үшін осылай істейді. Чейн Ли оған ескертеді, егер солай болса, бұл туралы басқа ешкімге айтпа. Дәл сол сәтте Сүй Вэй кіріп келеді, ал Чейн Ли ештеңе айтпай, оның қасына отырып бірге сабақ оқиды. Енді жатақханадағы барлық қыздар Сүй Вэйдің шын мәнінде өте кедей екенін білді. Ол үнемі өзін бай етіп көрсететін. Чейн Ли де Сүй Вэйдің ақша табу үшін бай қызбен уақыт өткізетіні туралы жаңалықты оқиды. Кейінірек, Чейн Ли достарымен бірге тамақтанып отырғанда, кейбір адамдардың Сүй Вэйдің қаншалықты кедей екені туралы әңгімесін естіп қалады. Олардың сөздерін тыңдап болған соң, Чейн Ли орнынан тұрып, кедей болса не болыпты? Ең болмағанда ол ақшаны өзі табады. Сенде сияқты ата-анасынан алмайды ғой дейді. Барлығы оған қарап қалады. Сол сәтте Сүй Мияо әзілдеп, жарайды, дұрыс айттың, бірақ енді менің таяқшаларымды қайтарып бересің дейді. Келесі көріністе Чейн Ли мен Сүй Вэй сабақта отырғанда, ол одан, ертең менімен кездесуге барасың ба деп сұрайды. Мұны естігенде Сяо әзілдеп, кездесуге ақшаң жетеді ме өзі дейді. Чейн Ли дереу, бәрін өзім төлеймін деп жауап береді. Осы уақытта Сүй Мияо сынып старостасының қасына отырып, оның қолына шашы түсіп кетеді. Ол байқамай оның шашына тиіп кетеді. Сүй Мияоның шашына ешкімнің қол тигізгенін ұнатпайтынын есіне алады. Сүй Мияо оның шашын ұстап тұрғанын байқап, оны бетіне бір ұрып жібереді. Бірақ содан кейін сабырлы түрде қасына отырып, бірге оқи бастайды. Келесі күні таңертең сыныптағы бәрі Сяоның жаңа жазбасын естігенін біледі. Онда ол мойындайды. Сүй Вэй шынында өте бай. Мен жай ғана көп оқырман жинау үшін жалған жаңалық ойлап таптым. Келесі көріністе Сяо мен Сүй Вэй бір-біріне қарапты. Сүй Вэй одан, неге маған бұлай істедің деп сұрайды. Сяо жауап береді, мен жазбам осылай танып кетеді деп ойлаған жоқпын.
Оны тек оқырман санын көбейту үшін салдым. Мұны естіген соң Сүй Вэй бұрылып кетіп қалады. Келесі күні бәрі сабақта отырғанда мұғалім Чен Лиге сұрақ қойған кезде Сүй Вэй оның орнына жауап береді. Бір рет емес, 2 рет қайталайды. Ақыры мұғалім, мен Чен Лиге сұрақ қойдым, саған емес дейді. Бірақ Сүй Вэй бәрібір сұрақтарға жауап беруді жалғасты. Келесі көріністе Сүй Мяо Чен Лидің қасында отыр. Чен Ли, мен оған тым тез келісім беріп қойдым ба деп сұрайды. Сүй Мяо жауап береді. Сен оған тым тез келісім бермеуің керек еді. Оны елемеуің керек еді. Өйткені жігіттер қыздардың бірден келісім бергенін ұнатпайды. Оны естігенде Чен Ли де Сүй Вэйді елемеу керек деп ойлайды. Әрі Сүй Вэйдің оны тастап кетуі мүмкін екенін, ал өзінің оны тоқтатуға тырысатынын, бірақ оның тыңдамайтынын елестетеді. Сондықтан Сүй Вэй су бөтелкесін алуға келгенде, ол оны елемей кетіп қалады. Сүй Вэй оның бұл әрекетіне таң қалып, неге олай істегенін түсінбей қалады. Ол оны барлық жерде елемей жүре береді. Осы кезде Сүй Вэй басқа бір жұпқа қарап, Чен Ли де әлгі қыз сияқты жігітіне тамақ берсе екен деп армандайды. Бірақ Чен Ли онда ештеңе істемейді. Сүй Вэй аузын ашып қалады, ал Чен Ли өзін қол жетпес қыз ретінде ұстап, мақтанышпен кетіп қалады. Кейін Сүй Вэй оған хабарлама жазғанда Чен Ли жауап бермейді. Бұл Сүй Вэйді алаңдатып қояды. Сондықтан ол сынып старостасынан, қыз сені елемей бастаса, бұл нені білдіреді деп сұрайды. Сынып старостасы, бұл бір ғана нәрсені білдіреді. Ол басқа біреуді тапқан деп жауап береді. Мұны естігенде Сүй Вэй қатты қорқып кетеді. Кейін Чен Ли кеңсеге барғанда, директор оны жұмысын дұрыс істемеген үшін осып тастайды. Бұл оның көңіл күйін бұзады. Дәл сол сәтте Сүй Вэй оны алып кетуге келеді. Ол оның көлігіне отырады, бірақ онымен сөйлеспейді. Сүй Вэй оған көп сұрақ қоя бастайды. Ал Чен Ли ашуланып, 1 минутқа тыныш отыра аласың ба? Бүгін көңілім жоқ деп жауап береді. Дәл сол сәтте олардың көлігін такси соғып кетеді. Ал Чен Ли жылай бастайды. Сүй Вэй оны жұбатуға тырысып, неге жылап отырсың деп сұрайды. Чен Ли түсіндіреді. Бүгін директор мені жұмысым үшін ұрысты. Мен бар күшімді салсам да, ол менің көңілімді түсірді. Оған қоса, сен менің қалай сезініп жүргеніме мән бермедің. Тек сұрақ қоя бердің. Сүй Вэй, кешір, сенің көңілің түсіп жүргенін білмедім дейді. Содан кейін Чен Ли мойындайды. Мен сені елемей жүрдім. Өйткені Сүй Мяоның кеңесін тыңдадым, бірақ қазір оның дұрыс болмағанын түсіндім. Осыны айтқан соң ол оның бетіне сүйіп қояды. Дәл сол сәтте такси жүргізушісі келіп, кешірім сұрап, көлігімізге келген шығынды өтеймін дейді. Бірақ Сүй Вэй ештеңе етпейді. Оның үстіне бұл көлік бәрібір әкемдікі деп жауап береді. Келесі көріністе Сүй Вэйдің өгей анасы кеңсеге тамақ әкеледі. Тамақтың көп екенін көріп, ол Чен Ли мен менеджерін бірге тамақтануға шақырады. Чен Ли тамақты қатты мақтайды. Шын мәнінде ол өте дәмсіз болса да. Одан кейін Сүй Вэйдің өгей анасы оған өзінің махаббат хикаясын айта бастайды. Сүй Вэй оны ана деп атағанда Чен Ли таңданып, анасы ма? дейді. Бұған өгей анасы, мен оның туған анасы емеспін деп түсіндіреді. Сүй Вэй, туған анам болмасаң да не бопты? Мен сені жүрегіммен анам деп қабылдадым деп жауап береді. Одан кейін Сүй Вэй Чен Лиді жатақханасына дейін шығарып салады. Ол ішке кірейін деп жатқанда Сүй Вэй оны тоқтатып, біз сәт сөйлесіп алсақ бола ма деп сұрайды. Мұны естіген Чен Ли тоқтайды. Сүй Вэй оны сүйейін деп жатқанда дәл сол сәтте жатақхана тәрбиешісі келіп, уақытың бітті. Жылдам ішке кір дейді. Чен Ли ішке кірейін деп жатқанда Сүй Вэй оны тағы да тоқтатып, тағы да сүймек болады. Бірақ бұл жолы Чен Лидің бөлмелесі келіп, оны ішке алып кетеді. Жатақханаға кірген соң бөлмелесі, мен сенің жоспарыңды бұзып жібердім бе деп сұрайды. Олардың әңгімесін естіген Сүй Мяо, тоқташы, сендер әлі сүйіспегенсіңдер ме деп сұрайды. Чен Ли, жоқ, әлі жоқ деп жауап береді. Сүй Мяо, сүйісу махаббатта маңызды нәрсе. Ол қарым-қатынасты күшейтеді дейді. Оны естіген Чен Ли қиялында Сүй Вэйдің жейдесінің түймелерін ағытып, өзіне қарай келе жатқанын елестетіп, қатты қобалжиды. Осыны ойлап, Чен Ли ішінен, маған ондай нәрсе керек емес дейді. Келесі көріністе екеуі бірге қорқынышты фильм көруге барады. Сүй Вэй Чен Ли қорқып, оны құшақтайды деп үміттенген еді, бірақ ол мүлде қорыққан жоқ. Мұны көрген Сүй Вэй қорқып тұрғандай болып, оған жақындайды. Чен Ли оның шынымен қорқып тұрғанын ойлап, оны жұбатады. Сол сәтте Сүй Вэй оның аузына попкорн салып сүйеді. Бұл олардың алғашқы сүйісуі еді. Келесі көріністе Сүй Мяо достарымен бірге. Ол қолын көтереді, сонда монитордың тәрекесінен тамақ кездейсоқ шашына түсіп. Сүй Мяо шашын жақсы көреді және ешкімге тигізбейді. Достары оны тез арада шашын жууға апарады. Ал мұны көрген монитор қатты қорқып қалады. Енді Сүй Мяо оны ешқашан кешірмейді деп ойлайды. Осы уақытта Чен Ли мен Сүй Вэй бірге велосипедпен жүріп келе жатады. Сол кезде Чен Ли, сен сондай ұзымсың деп айтады. Оны айтқан соң ол кетіп қалмақшы болады. Бірақ Сүй Вэй оны өзіне тартып көтеріп алып сүйеді.
Келесі күні таңертең компаниясында Шу Вэй жиналыс кезінде мүлде ойында жоқ Чен Ли туралы ойларымен әуре. Кейінірек жатақханасына қайтып келгенде оған телефон қоңырауы түседі. Ол қоңырау шалған адамнан «Сіз кімсіз?» деп сұрайды. Бір қыз жауап береді. «Мен Цзи Янмын, сен мені бұрын Ханшайым деп атайтынсың. Біз бала кезімізде ойын алаңында танысқанбыз. Кейін мен сені мектепте іздедім. Бірақ Чен есімді қыздан сенің басқа мектепке ауысып кеткеніңді білдім. Сенің нөміріңді тауып саған хабарласуым ұзаққа созылды». Оны естіген Шу Вэй «Қайдасың?» деп сұрайды. «Цзи Ян, мен сенің жатақхананың сыртында тұрмын» деп жауап береді. Таң қалған Шу Вэй асығып сыртқа шығып, оны шекке алып кетеді. Келесі көріністе Шу Вэй Чен Лимен бірге сабақта отыр. Чен оған суретін көрсеткенде Шу Вэй мән бермей кетіп қалады. Содан кейін Сяо келіп, оның суретіне қарайды. Чен оған суретін көрсетпейді, өйткені ол олардың сүйісу сәтін салған еді. Кейінірек Чен Ли Шу Вэйді жатақханасының алдында күтіп тұрады. Шу Вэй ақыры келгенде «Чен, бүгін неге кешіктің? Қосымша жұмысың болды ма?» деп сұрайды. Шу Вэй «Иә» деп жауап береді. Сосын Чен оған тамақ беріп құшақтайды. Келесі көріністе олар бірге келе жатады. Сол кезде Шу Вэйге хабарлама келеді. Оны оқыған соң ол «Менің бір шаруам бар еді» дейді. Осы уақытта Цзи Ян оларды алыстан жасырын қарапты. Кейінірек Шу Вэй мен Чен Ли екеуі бірге кешкі ас ішуге шығады. Ченге Цзи Яннан хабарлама келеді. Ол ішінен «Бұл қыз қайта келді ме?» деп ойлайды. Ол флешбек арқылы есіне алады. Цзи Ян Шу Вэйдің сыныбына кіріп, оның үстеліндегі дәптеріне бірдеңе қалдырып, Чен Лиге «Шу Вэйге менің келгенімді айтпа. Оны таң қалдырғым келеді» деген еді. Сосын ол кетіп қалады. Осы естеліктен кейін Чен Ли Цзи Янның Шу Вэй үнемі айтып жүретін қыз екенін түсінеді. Әрі Шу Вэй Чен Лиді қателесіп Цзи Ян деп ойлағанын, сол себепті олардың қарым-қатынасы басталғанын аңғарады. Содан кейін Чен Ли ата-анасына барып, өзін басқа мектепке ауыстыруды сұрайды. Келесі көріністе Чен Ли әжетханаға қарай бара жатып, артынан бір қыздың еріп келе жатқанын байқайды. Қорқып кеткен ол жасырыну үшін ұлдардың әжетханасына жүгіріп кіреді. Ол сыртқа шыққанда қыз оған «Мен тек студенттік куәлігімді қайтармақ болдым. Оны жерден тауып алдым» дейді. Дәл сол сәтте бір бала келіп Чен Лиден «Неге ұлдардың әжетханасына кірдің?» деп сұрайды. Чен Ли «Онда ештеңе көрген жоқтым» деп жауап береді. Сосын бала «Сенің жігітің бар ма?» деп сұрайды. Чен Ли «Иә, әрі ол өте бойшаң әрі сымбатты» дейді. Бала оған сенбейді, бірақ дәл сол кезде Шу Вэй келеді. Чен Ли онымен бірге кетеді. Келесі көріністе Шу Вэй сусын алып жатқанда, кейбір студенттер Чен Ли Шу Вэйді тастап кетті. Себебі оның сүйісу шеберлігі нашар деп өсек айтады. Мұны естіген Шу Вэй қатты ашуланады. Осы уақытта Чен Ли тамақ ішуге барғанда, барлық студенттер оған қарап отыр. Ол Сяоға жақындап «Мен туралы тағы да өсек танақтың ба?» деп сұрайды. Шу Вэй жауап береді. Жоқ, бірақ Шу Вэйдің сүйісу шеберлігі нашар екені рас емес те. Чен Ли оны кім айтты деп сұрайды. Сүй Мяо оның сүйісу шеберлігі шынымен де соншалықты нашар ма деп сұрайды. Чен Ли қобалжып жоқ дейді. Дәл сол кезде сынып старостасы келеді. Сүй Мяоны көріп қорқып қашып кетеді. Келесі көріністе староста дүкенде бірдеңе сатып алып жатқанда, Сүй Мяо келіп оның заттарының ақшасын төлейді. Екеуі бірге шығып бара жатқанда, староста ол күні ешқандай қиындық тудырғым келмеген еді. Тіпті саған кешірім ретінде сусабын да әкелемін. Мені кешірші дейді. Сүй Мяо бірдеңе айтпақшы болады. Бұл старостаны тағы да қорқытады, бірақ ол оны кешіріп кетіп қалады. Ал староста жеңілдеп қуанып қалады. Енді староста Сүй Мяоға ғашық болып қалғандықтан, бөлмелесінен Сүй Мяо қандай жігіттерді ұнататынын сұрайды. Бөлмелесі Сяо оған, ол көп роман оқиды. Сондықтан, бәлкім, басты кейіпкерлер сияқты жігіттерді ұнататын шығар дейді. Мұны естіген староста кітапханаға барады. Ол жерде Сүй Мяо да бар еді. Ол оған батылдықпен жақындауға тырысады, бірақ қыз күлімсірегенде, оның алдындағы қыз Сүй Мяо емес, басқа біреу екенін түсінеді. Дәл сол сәтте Сүй Мяо оны байқап қалып, сәттілік тілеп кетіп қалады. Кейінірек староста баскетбол алаңына барып, Сүй Мяоны көріп, оған доп лақтырады. Өзін дөрекі басты кейіпкер сияқты ұстайды. Жауап ретінде Сүй Мяо допты оған лақтырып, басына тигізеді. Кейін Сүй Мяо біреумен телефон арқылы сөйлесіп тұрғанда, староста оған жақындап, алдында бір нәрсені шашады. Мұны көрген Сүй Мяо құрбысына, бүгін старостамен не болғанын білмеймін дейді. Ол сыныпқа келгенде Чен Ли Сүй Мяоға, бүгін ол сондай сүйкімді көрінеді дейді. Шу Вэй де келіп оның қасына отырады. Чен Ли, кешке қайда болдың деп сұрайды. Шу Вэй, маған біраз жұмыс істеу керек болды, сондықтан келе алмадым деп жауап береді. Дәл сол сәтте Шу Вэйдің кітабынан саябақтың суреті түсіп қалады. Оны көрген Чен Ли оның Цзи Янмен бірге болғанын ойлап көңілі түседі. Келесі күні тест кезінде Чен Ли Шу Вэйдің әлі келмегенін байқайды. Ол оған хабарлама жібереді, бірақ мұғалім телефонын алып қойып сұрайды.
Тест кезінде бір қыз шпаргалка келіп жатыр. Сияу одан шпаргалканы менімен бөлісе аласың ба? деп сұрайды. Қыз оны оған лақтырады, бірақ ол сәл алысқа түсіп кетеді. Шу Вэй оны алып беруін сүймей одан сұрайды, бірақ мұғалім оны ұстап алады. Оны қорғау үшін староста араласып, шпаргалканы әкелген мен едім дейді. Одан кейін Шу Вэй ақыры тест тапсыруға келеді. Емтихан біткен соң сүймей мұғалімнен староста қайда? деп сұрайды. Мұғалім ол финалдық емтиханнан шпаргалка қолданған үшін шектетілді деп жауап береді. Мұны естігенде сүймей мұңаяды. Осы кезде біз Шу Вэйді қызбен Цзи Янмен бірге көреміз. Ол оған, мен сенімен бірге күннің шығуын тамашаладым, кино көрдім, үш тілегіңді орындадым дейді. Цзи Ян жауап береді, менімен уақыт өткізген саған ұнамай ма? Шу Вэй түсіндіреді, мен тек дұрыс қоштасқым келеді. Сонда Цзи Ян, менің соңғы бір тілегім бар. Маған банан сүт коктейлін әкеп бере аласың ба? дейді. Мұны естіген Шу Вэй оны әкелуге шығып кетеді. Ол кеткенде Чен Ли Шу Вэйге қоңырау шалады, ал Цзи Ян телефонды көтереді. Ол оған, ол маған банан сүт коктейлін әкелуге кетті. Қайтып келгенде саған хабарласуын айтамын дейді. Цзи Янның дауысын естігенде Чен Лидің жүрегі ауырады. Келесі көріністе Чен Ли жатақханасында отыр. Барлық бөлмелестері демалысқа үйлеріне кетіп қалған, бірақ ол әлі де өзін алып кетуі тиіс болған Шу Вэйден хабар күтуде. Ақыры Шу Вэйден хабарлама келеді, мен сені төменде күтіп тұрмын. Ол жүгін алып төменге түседі. Жолда Чен Ли Шу Вэйге, сен осы уақыт бойы Цзи Янмен бірге болып, маған жұмыспен босың деп айттың ба? дейді. Шу Вэй иә деп жауап береді. Мұны естіген Чен Ли, мен сенен айырылысқым келеді дейді. Ол кетіп бара жатқанда Шу Вэй оны ұстап алып, егер қазір айырылсаң, мен қайтып келмеймін. Өкінесің дейді. Чен Ли, мен ештеңеге өкінбеймін деп жауап беріп, ашуланып кетіп қалады. Одан кейін Чен Ли үйіне барып жылай бастайды. Дәл сол сәтте оған досынан кеттік, шімдік ішейік деген хабарлама келеді. Ол клубта досымен кездеседі. Сол жерде сүймей оған, соңғы кезде староста мені еремей кетті. Бұрын маған қатты көңіл бөлетін дейді. Содан кейін Чен Ли достарына Шу Вэй екеуміз айырылысып кеттік деп бөліседі. Досы, неге бұлай болды? деп сұрайды. Чен Ли, оның алғашқы махаббаты қайта оралды. Енді ол онымен кездесіп, киноға барып көңіл көтеріп жүр деп жауап береді. Ал екінші жағынан Шу Вэй дүкенде отырып, Чен Лидің оны WeChat'тен өшіріп тастағанын байқайды. Бұл Шу Вэйді қатты ашуландырады. Келесі күні Чен Ли компанияға келгенде, Шу Вэйдің менеджері одан, сендер Шу Вэй екеуің осып қалдыңдар ма? Ол қатты ашулы көрінді. Егер оған хабарлама жіберсең, сабасына түсіреді деп сұрайды. Чен Ли, мен оны WeChat'тен өшіріп тастадым деп жауап береді. Менеджер содан кейін, жақында мектебің қайта ашылады ғой. Мүмкін онымен бетпе-бет сөйлескенің дұрыс болар дейді. Келесі көріністе менеджер Шу Вэйге, сен Чен Лимен ең болмаса бір рет кездескенің дұрыс деп кеңес береді. Бірақ Шу Вэй, мен неге онымен кездесуім керек? Мен бәрін түсіндірмек болғанда, ол бір сөзімді де тыңдамады. Енді тіпті WeChat'тен де өшіріп тастады деп жауап береді. Осыны айтып, ол кетіп қалады. Содан кейін мектеп ақыры қайта ашылады, ал староста сүймей оны күтіп тұр. Бір қыз одан, маған жүгінді көтеруге көмектесе аласың ба? деп сұрайды. Староста, жоқ, мен біреуді күтіп тұрмын деп жауап береді. Дәл сол кезде сүймей келеді, ал староста оны көріп, басқа қыздың сөмкесін ұстай қояды. Сүймей қатты ашуланып, өз жүгін оған лақтырып, менің жүгім одан да ауыр дейді. Староста оның жүгін көтеріп кетіп қалады. Кейінірек Чен Ли жатақханасында отырғанда бір қыз кіріп, Шу Вэй сені төменде күтіп тұр дейді. Чен Ли төменге түскенде, Шу Вэй тек оның жүгін әкеліп бергенін және бір сөз айтпай кетіп қалғанын түсінеді. Көрініс сыныпқа ауысады. Онда Шу Вэй Чен Лидің қасына отырмайды. Дәл сол кезде Цзи Ян келеді, ал Шу Вэй сыртқа шығып сөйлесейік дейді. Сыртқа шыққанда Шу Вэй оған, мен саған мұнда келме дедім ғой, дейді. Цзи Ян жауап береді, мен осы мектепке ауыстым. Ата-анам мені Америкаға жібермеді, сондықтан оқуымды осында аяқтаймын. Сонда Шу Вэй, Чен Ли қазір менің қызым, сондықтан біздің арамызға түспеуің керек дейді. Ол мұны айтып кетіп қалады. Келесі көріністе Шу Вэй Чен Лиге келіп, менен айырылма. Тек WeChat'қа қайтадан қошы дейді. Бірақ Чен Ли, біз қазірдің өзінде айырылысқанбыз, сондықтан ара қашықтық сақташы деп жауап береді. Мұны естіген Шу Вэй ашуланып жарайды, ара қашықтық сақтаймын дейді. Кейін Чен Ли компанияға келгенде, директор оның жұмысын ұнатпағандықтан оған қатты ренжиді. Нәтижесінде ол оны компаниядан шығарады. Чен Ли қайғырып компаниядан кетеді. Ол шығып бара жатқанда қолынан заттары түсіп кетеді, ал мектептегі бір бала оған көмектесуге келеді. Ол өзін менде таныстырады. Оның дизайндарын қарап шыққаннан кейін, ол, сіздің жұмысыңыз шынымен де жақсы дейді. Чен Ли, өте жақсы. Чен Ли жауап берді, жарайды, онда оларды өзіңге қалдыр.
Осы уақытта Шу Вэй Чейн Лиді іздеп жүр. Ол Чейн Лиді бір жерде отырғанын көреді, бірақ дәл сол сәтте мен келіп Чейн Лиге балмұздақ береді. Мұны көрген Шу Вэй қызғаныш сезінеді. Ол кеткелі жатыр еді, бірақ Чейн Ли оны байқап қалады. Алайда Шу Вэй ештеңе айтпай кетіп қалады. Келесі көріністе Чейн Ли жолда Шу Вэйді көріп қалып, одан қашу үшін кері бұрылады. Кейінірек сабақ кезінде Шу Вэй мұғалімге сұрақ қойып жатқанда Чейн Ли кешігіп келеді. Сол кезде Шу Вэй кітабын шетке жылжытып, мұғалімнің Чейн Лиді байқап қалуына мүмкіндік береді. Бұл жағдай Чейн Лиді Шу Вэйге қатты ашуландырады. Келесі көріністе Сүй Мияо кітапханаға келеді. Өзін барынша сәндеп, старостаны таң қалдырмақ болады, бірақ ол оны мүлде байқамайды. Ол оның алдына тағы да өтеді, бірақ староста әлі де оны көрмейді. Ақыры Сүй Мияо жеңіл жөтеліп қояды. Сонда староста басын көтеріп, мұнда отыра берсем болады дейді. Сүй Мияо онымен сөйлесуге тырысады, бірақ староста оны тыныштандырады. Сүй Мияо үндемей қалады, бірақ іштей қатты қуанады. Староста су ішкелі жатқанда Сүй Мияо мен сізге бөтелкені толтырып әкелемін дейді. Алайда ол су әкеліп қайтып келгенде старостаның кетіп қалғанын көреді. Бірақ староста оны бұрыштан бақылап жымиып тұр екен. Келесі көріністе Шу Вэйдің баскетбол ойыны өтіп жатыр, және басқа бір чирлидинг командасы келеді. Оның ішінде Цзи Ян да бар. Оны көргенде Чейн Ли қызғанып қалады да, өз чирлидинг тобын ойынға алып келеді. Шу Вэйдің командасы ақыры ойында жеңіске жетеді. Мұны көргенде Чейн Ли қатты қуанады. Бірақ ол Шу Вэйге қараған сәтте күлкісі басылып қалады, ал Шу Вэй оған қарап жымиып тұр. Соңғы көріністе Чейн Ли кетіп бара жатқанда Цзи Ян оған келіп, сен Шу Вэй мен мені бірге көре алмағандықтан онымен айырылыстың дейді. Чейн Ли жауап береді, мен оның өміріне келмесем де, сен бәрібір оның қызы болмас едің дейді. Осыны айтып, Чейн Ли кетіп қалады. Келесі көріністе Чейн Ли бірнеше қорап көтеріп бара жатқанда мен оған көмектесуге келеді. Чейн Ли мен өзіме істей аламын деп Шу Вэйдің түсінбестікке жол бермеуін қалайды. Алайда Шу Вэй оған қарамастан үнсіз кетіп қалады. Келесі көріністе мен сыныпта Чейн Лиге сүтті шай әкеледі, және оның барлық достарына да береді. Мұны көрген Шу Вэй қатты ашуланып, Сяомен бірге жоспар құрады. Ол Сяоға мен не әкелсе де, сен де соны әкеліп оларға бер дейді. Содан кейін Сяо барып, оларға сүтті шай береді, мен әкелген шай ескірген дейді. Кейінірек мен кафеде оларға тамақ әкелгенде Сяо да бәріне тамақпен келеді. Сүй Мияо, Сяо, сен мені семірткің келеме? дейді. Чейн Ли Сяоға ашулы көзбен қарайды. Сонда Сяо шындықты ашып, бәрі Шу Вэйдің ісі дейді. Шу Вэй мұны білгенде ашуланып Сяоға, неге оларға шындықты айттың? дейді. Сяо жауап береді, мен саған бұрында айттым, сенің жоспарың сондай нашар, шындық бәрібір ашылар еді. Келесі көріністе Шу Вэй Чейн Лиді жасырын бақылап, кейін оның жанына отырып алады. Чейн Ли, басқа орын таба алмадың ба? дейді. Шу Вэй, бұл ортақ орын. Қайда қаласам, сонда отырамын деп жауап береді. Дәл сол сәтте мен келіп, бұл менің орным дейді. Шу Вэй, мен бірінші келдім, енді бұл орын менікі деп жауап береді. Сонда мен, сендер екеуің ажырасып кеткен жоқсыңдар ма? дейді. Шу Вэй, жоқ, біз ажыраспадық. Тек кішкене осып қалдық дейді. Мұны естіген Чейн Ли орнынан тұрып кетіп қалады. Шу Вэй оның артынан ереді. Чейн Ли, неге менің артынан еріп жүрсің? деп сұрайды. Шу Вэй, егер маған қайта оралмасан, бұл емтиханнан да құлайсың, өйткені ойынға оқуда емес деп жауап береді. Чейн Ли оның аяғын басып кетіп, әрі қарай жүріп кетеді. Келесі көріністе Чейн Лидің ата-анасы мектепке келеді. Чейн Лидің барлық достары оның ата-анасымен бірге отырып түскі ас ішіп отыр. Шу Вэй оның ата-анасынан, қызымыздың ғашық болуына қолдау көрсетесіздер ме? деп сұрайды. Анасы, иә, бірақ оның жігіті болған емес. Жақсы жігіт тауып беруге көмектесе аласың ба? деп жауап береді. Шу Вэй, иә, оған жақсы жігіт тауып беремін деп жауап береді. Дәл сол сәтте Цзи Ян Шу Вэйге жақындап, оны сыртқа алып шығып сөйлеседі. Шу Вэй, мен саған менен аулақ жүр деп айттым, өйткені сен менің қызымның қызғанышын тудырасың дейді. Дәл сол сәтте Чейн Ли мен оның достары сыртқа шығады. Ал Цзи Ян оларды көргенде Шу Вэйді тез құшақтайды. Оны көрген Чейн Ли кетіп қалады. Кейінірек Чейн Ли жүріп келе жатқанда мен оған жақындап сыйлық беріп, мен сені жақсы көремін дейді. Чейн Ли, кешір, мен қазір кездесуге дайын емеспін деп жауап береді. Дәл сол сәтте Шу Вэй келіп Чейн Лиге дауыстайды, бірақ ол қашып кетеді. Келесі күні Сүй Мияо сыныптастарына драма үйірмесінің парақшаларын таратып, барлығы менің драмамды көруге келіңдер дейді. Сынып старостасы, иә, мен келемін деп жауап береді. Кейінірек көптеген адам Сүй Мияоның драмасын көруге келеді, бірақ бәрі оқиғадан жалыға бастайды.
Сүй Мияо тек өлі адам рөлін ойнады, бірақ соған қарамастан староста оған қол шапалақтай бастайды. Оны көрген басқа студенттердің бәрі оған қарайды. Дәл сол кезде бір ер адам гүл алып келіп, Сүй Мияо кім? деп сұрайды. Достары оған, ол қазір сахнада ойнап жатыр дейді. Ер адам оларға гүлді беріп кетіп қалады. Кейін Шу Вэй Ченді кездесуге шақырып, Сүй Мияо бір жігітті ұнатады, ал ол жігіт жүргіш дейді. Таң қалған Чен, не? Ол жігіт жүргіш пе? деп сұрайды. Чен әрі қарай, енді ол Сүй Мияоға сезімін білдірмекші дейді. Ол тез шығып кетеді. Шу Вэй тоқта, мен әлі айтып болған жоқпын деп айтуға тырысады. Чен жүгіріп барып құрбыларына романда староста Сүй Мияоға сезімін білдірмекші деп айтады. Сөйтсе, ол старостаның өзі жазған роман туралы айтып жүрген екен. Мұны естігеннен кейін Сүй Мияо ойлана бастайды. Біздің арамызда болғаның бәрі оның роман үшін алдын ала жоспарланған екен ғой. Сонда ол мені роман үшін пайдаланған болды ғой. Ал екінші жағында староста шын мәнінде оған сезімін білдіруге дайындалып жатыр. Дәл сол сәтте Сүй Мияо оған қоңырау шалып, сен мені романым үшін пайдаландың. Махаббатыңды да соның үшін мойындамақ болдың. Ендеше мен келмеймін дейді. Осылай деп ол қоңырауды өшіріп кетіп қалады да жылай бастайды. Келесі көріністе староста жалғыз өзі отыр. Өйткені Сүй Мияо оны бұғаттап тастаған. Шу Вэй оған келіп, бәрі менің кесірімнен осылай болып кетті, кешірші дейді. Староста ештеңе етпейді. Мен оған бәрін басынан айтуым керек еді деп жауап береді. Келесі көріністе Шу Вэй душтан кейін кондиционердің алдында тұрып, суықтап қалсам екен, сонда Чен Ли мен үшін уайымдар еді деп ойлайды. Осы уақытта Сүй Мияо құрбыларымен бірге отырғанда, староста келіп, мен саған бәрін түсіндіргім келеді дейді. Бірақ Сүй Мияо, мен сенен ештеңе естігім келмейді деп жауап береді. Староста жарайды, енді мазаламаймын дейді. Осы уақытта Чен Ли құрбыларымен бірге тамақтанып отыр, ал Сүй Вэй оны алыстан бақылап тұр. Чен Ли қолын дұға еткендей айқастырып, алдымдағы бұл сәтсіздік кетсе екен дейді. Сүй Вэй оны бақылауын жалғастырады. Кейінірек сабақта Сүй Вэй қатты жөтеле бастайды. Уайымдаған Чен Ли оған хабарлама жазып, сенімен кездескім келеді дейді. Кездескенде ол ауырып қалдың ба? деп сұрайды. Сүй Вэй, иә, сәл ғана деп жауап береді. Сосын ол, менің соңымнан ермей қойшы деп дәрі беріп кетіп қалады. Сүй Вэй бұған қатты қуанады. Осы уақытта Сүй Мияо старостаның жеке себептерге байланысты романымды жалғастыра алмаймын деген жазбасын көреді. Сүй Мияо, көрдің бе? Менсіз ол романды жалғастыра алмайды деп пікір қалдырады. Кейінірек кейбір студенттер старостаға романды қашан жаңартасың деп сұрайды. Староста бәлкім ешқашан деп жауап береді. Ол кетіп бара жатып, байқамай ағашқа соғылады. Дәл сол сәтте Сүй Мияо келіп, мен саған романды жалғастырып жазуға бұйырамын, әйтпесе сені тыныш қалдырмаймын дейді. Староста, егер жазсам оқисың ба? деп сұрайды. Сүй Мияо ойлап көремін деп жауап береді. Кейінірек Сүй Мияо Чен Лимен бірге жүргенде, ол жақын жерде старостаны көреді. Оны байқаған Чен Ли екеуін жалғыз қалдырады. Содан кейін Сүй Мияо келіп, старостаның жанына отырып, маған айтқың келген бірдеңе бар ма? деп сұрайды. Староста, иә, бірақ дәл қазір емес деп жауап береді. Сүй Мияо кетіп бара жатқанда, староста кенеттен, мен сені ұнатамын деп айтып қалады. Мұны естіген Сүй Мияо оны бетінен сүйеді. Староста да оны сүйеді, екеуі қарым-қатынас бастайды. Келесі көріністе Сүй Вэй жаңа компаниясында қызметкерлеріне көп жұмыс тапсырып жатыр. Үшеуі оның көз алдында жұмыстан шығып кетіп қалады. Сүй Вэй оларды тоқтатуға да тырыспайды. Келесі көріністе Сүй Вэй Чен Лимен бірге жүріп, оған компаниясының жағдайын айтып береді. Ол, біз ешқандай пайда таппадық. Керісінше шығынға батып жатырмыз. Қызметкерлерім де мені тастап кетті дейді. Чен Ли, егер қателік жасадың деп ойласаң, оларға кешірім сұрауың керек. Кешірім сұрасаң, олар қайта оралады деп жауап береді. Сүй Вэй оның сөзімен келіседі. Содан кейін Сүй Вэй барлық қызметкерлерін жинап, олардан кешірім сұрайды. Мен сендерді солай ренжіткенім дұрыс болмады. Бұдан былай сендерге тым көп жұмыс жүктемеймін дейді. Барлығы Сүй Вэйдің шынайы кешіріміне риза болып, оны кешіреді және компанияда қалуға келіседі. Олар, біз бірге бұл компанияны жаңа биіктерге көтереміз деп ойлайды. Осы уақытта Чен Лиге бірнеше компаниялар қоңырау шалып, сұхбатқа шақыра бастайды. Ол бәріне келісімін беріп жатқанда, Сүй Мияо ақыры, сен бір күнде 7 компанияға сұхбатқа барамын деп келісіп қойдың. Қайсына баратыныңды қалай шешесің? деп ескертеді. Басқа бір көріністе Сүй Вэй өзінің компаниясына дизайнерлер іздеп келеді. Менеджер оған, сен біздің қалтамыз көтермейтін әйгілі дизайнерлерді таңдадың дейді. Сол кезде Чен Ли кіріп келіп, түйіндемесін беріп, мен осында жұмыс істей аламын ба деп сұрайды. Менеджер Чен Лиге қарап, ол шынымен де мұны істей ала ма? дейді.
бірақ Сүй Вэй ішке кіреді. Әрине, Чен Ли мұны істей алады. Содан кейін Сүй Вэй оны қалған қызметкерлермен кездесуге апарады. Чен Ли өзін таныстырады, бірақ қызметкерлер оны қарсы алмайды. Менеджер оларға білдірмей белгі береді. Сол кезде бәрі Чен Лидің Сүй Вэйдің қызы екенін түсініп, сәлем деп амандаса бастайды. Чен Ли презентация жасап, барлығы оның идеяларына тәнті болады. Кейін бәрі бірге отырып, Сүй Вэй әкелген тамақты жейді. Бірақ ол Чен Лиге арнайы тағам дайындапты, ал Чен Ли Сүй Вэйді тамақтандырып отыр. Қызметкерлер сыбырлап, ол біздің болашақ басшымыз болады дейді. Одан кейін Сүй Вэй Чен Лиді кітапханаға апарады. Өйткені ол оқуды тоқтатып, тек компанияға көңіл бөліп жүрген еді. Ал емтиханға небәрі бір апта қалған. Сүй Вэй оны отырғызып, мен саған оқуға көмектесемін дейді. Бірақ Чен Ли қашып кеткісі келіп, мен сені кездесуге шақырды деп ойладым, ал сен мені оқытпақсың дейді. Сүй Вэй, егер сен оқымасаң, университетті бітірмесең, адамдар не дейді? Дипломы жоқ дизайнер деп айтама, дейді. Мұны естіген Чен Ли оқуға келісіп. Осы уақытта Сүй Мяо старостамен бірге, ол оған бір оқиғаны айтып отыр. Чен Ли оқиғаның әр бөлігіне реакция білдіреді, ал бір сәтте староста жақындағанда ол бір көріністі ұнатпай, оны өшіріп таста дейді. Ол ұнатпаған барлық бөліктерді біртіндеп өшірткізеді. Сүй Вэй Чен Лиге сабақ беріп жатқанда, ол тоқтамай сөйлей береді. Сонда Сүй Вэй оған жақындап, сен тым көп сөйлейсің дейді. Чен Ли бірден тынышталып, енді сөйлемеймін дейді. Сүй Мяо старостамен бірге ойнап, ол оқиғаға жақсы бір нәрсе есіне түсірсе екен деп үміттенеді. Ақыры, оған бір диалог ұнайды, бірақ староста мен ештеңе жазғым келмей тұр дейді. Осы кезде Сүй Мяо оған су әкеледі, бірақ суды бетіне шашып жіберіп, жаз деп бұйырады. Одан қорқып, староста жазуға отырады, ал ол болса оны тамақтандыра береді. Ол қайтадан су ұсынғанда, староста тағы да шашып жібереді деп ойлап, шетке ығысады, бірақ ол тек су бергісі келген еді. Келесі көріністе Чен Ли Сүй Вэйдің компаниясында соншалықты көп жұмыс істейді, тіпті үстелінде ұйықтап қалады. Сүй Вэй келіп, оның ұйықтап жатқанын көріп, үстіне афырын көрпе жабады. Ол оны сүймек болғанда, менеджер дәл сол сәтте кіріп келеді. Мұны байқап қалған менеджер ыңғайсызданып, артына бұрылып шығып кетеді, ал Сүй Вэй өзін тоқтатады. Келесі күні бәрі дүкенді дайындап, безендіріп жатыр, бірақ барлық жұмысты ертеңге дейін аяқтау керек. Олар шаршап отырғанда кенеттен Чен Ли мен Сүй Вэйдің достары келіп, сендерге көмегіміз керек болатынын білдік, сондықтан осындамыз дейді. Чен Ли, дәл уақытында келдіңдер. Біз қатты шаршадық дейді. Олар кеткен соң менеджер сыныптастарымен осыншалықты жақсы араласатынымды білмеппін деп ескертеді. Сүй Вэй, өзіңе қарашы. Мен сенімен жақсы араласпаймын деп жауап береді. Ақыры түнге қарай олар барлық жұмысты аяқтайды. Достары мен сыныптастары әлдеқашан кетіп қалған еді. Сүй Вэй белгі беріп, қалған қызметкерлерді де сол жерден шығарып жібереді. Олар кеткен соң Чен Ли, бұл менің алғашқы жобам. Неге суретке түспейміз? дейді. Олар бірге селфи жасайды. Келесі күні дүкендеріне адамдар келе бастайды. Бірнеше компания өкілдері де келеді. Олардың бірі 50 мыңға тапсырыс береді. Мұны естігенде Шу Вэй мен менеджер қатты қуанып, өкілді егжей-тегжейін келісу үшін жоғарыға жібереді. Олар жоғарыға көтеріліп бара жатқанда Чен Лидің сыныптастары, олар кімдер деп сұрайды. Шу Вэй, олар осы жердегі ең үлкен тапсырысты берді деп түсіндіреді. Мұны естігенде бәрі қуанып тойлай бастайды. Бірақ бірнеше күннен кейін кейбір клиенттер қайтып келіп, сендер жасаған фигура интернетте сатылмай жатыр деп ақшаларын қайтаруды талап етеді. Мұны естігенде Шу Вэй, бізге сәл уақыт бере аласыздар ма деп сұрайды. Ер адам, мен саған жарты ай уақыт бердім, бірақ әлде сатылмай жатыр, сондықтан ақшамды қайтарым келеді деп жауап беріп кетіп қалады. Бір қызметкер келіп Шу Вэйге көп адам ақшасын қайтаруды сұрап жатыр дейді. Бұл жағдай Шу Вэйді қатты уайымдатады. Инрек ол Чен Лимен бірге болғанда, Чен Ли оны жұбатуға тырысып көп әзіл айтады, ал Шу Вэй оны құшақтап алады. Содан кейін Чен Ли жатақханаға қайтып береді. Көңіл күйі жоқ сияқты көрінеді. Сүй Мяо, не болды? деп сұрайды. Чен Ли, Шу Вэйдің компаниясының жағдайы нашар, біз жасаған фигура сатылмай жатыр деп түсіндіреді. Сүй Мяо, мен көмектесе аламын. Тікелей эфирге шығып, өнімді түсіндіріп беремін дейді. Мұны естігенде Чен Ли қатты қуанып кетеді. Келесіде Сүй Мяо тікелей эфирге шығып, өнімдерді көрсетеді, бірақ адамдар қызығушылық танытпайды. Бұл Чен Лиді көңілсіздендіреді. Келесі көріністе ол инженермен бірге дүкенге келеді, оны Шу Вэймен таныстырады. Бұл виртуалды шындық инженері. Мен оған біздің дүкенді көрсеткім келді дейді. Олар кеткен соң менеджер Шу Вэйден виртуалды шындық деген не? деп сұрайды. Шу Вэй, бұл қазір онлайнда тренд болып тұр. Біз виртуалды шындық арқылы жарнама жасаймыз. Мүмкін бұл өніміміздің сатылуына көмектесер деп түсіндіреді.
Жарнаманы жариялағаннан кейін олар өнімдерінің сатылымын бақылап, адамдардың жарнаманы ұнатқанын және сатылымның айтарлықтай өскенін байқайды. Бұл оларды қатты қуантады. Келесі көріністе әртүрлі филиалдардың директорлары Шоу Вейдің әкесімен кездесіп, осы маусымда кімнің сатылымы ең жақсы болғанын салыстырады. Нәтижесінде Шоу Вей осы маусымның жеңімпазы атанады. Кездесуден кейін ол сыртқа шығып, Чейн Лидің алдында мұңайған кейіп танытады. Бұл Чейн Лиді алаңдатады. Бірақ содан кейін ол жеңіске жеткенін айтады. Чейн Ли қуанып оны құшақтайды. Ал олар құшақтасып тұрған кезде Шоу Вейдің әкесі келеді. Сондықтан Чейн Ли тез шегініп кетеді. Олармен сөйлескеннен кейін әкесі күнімдеп кетіп қалады. Осы уақытта Сүй Мияу мен Староста бірге саудаға шығады, және көптен жігіттер Сүй Мияуға айтады. Сәл қызғанышпен Староста сүт шайын ішіп, өзін оның жігіті сияқты көрсетуге тырысады. Бұл жігіттердің кетуіне себеп болады. Сосын Сүй Мияу өзінің бөлмелесін жақын жерде сауда жасап жүргенін байқайды. Ол қасына барып, менің сәнге деген талғамым керемет екенін білесің ғой. Саудада саған көмектесе аламын дейді. Бөлмелесі кемсек. Сүй Мияу Старостаны артта қалдырып, бөлмелесімен бірге кетеді. Осы уақытта Чейн Ли дүкендегі сатылымды арттырудың түрлі жолдарын армандап отыр. Содан кейін Шоу Вей, әкенің инвестициясымен біз тағы 3 дүкен аша аламыз дейді. Дәл сол сәтте Чейн Лиға қоңырау шалып, оның мектеп кезіндегі бағы бұзылғалы жатқанын хабарлайды. Мұны естіген Шоу Вей оны бірден баққа апарып, сол жерде көмген қорабын қазып алады. Қораптың ішінде Чейн Лидің жарайды деп жазған жазбасы бар екен. Оны оқыған соң ол қорапты қайтадан жерге көміп қояды. Чейн Ли қорап қалыңдап, егер олар үстіне құрылыс салса ше дейді. Шоу Вей, ол сол жерде көміп қалады. Егер сен мұны қаламасаң, біз оны өз ротамыздың астына көміп тастай аламыз дейді. Чейн Ли, егер біздің компания банкротқа ұшыраса ше деп жауап береді. Шоу Вей, онда біз оны өз бақшамызға көмеміз дейді. Бұл Чейн Лиді қуантады, бірақ ол бір күні мені тастап кетсең ше дейді. Шоу Вей, мен сені ешқашан тастамаймын деп жауап береді. Содан кейін олардың сапарының басынан аяғына дейінгі естеліктері көз алдына келеді. Екеуі бір-бірін құшақтайды. Осылайша бұл драма бақытты аяқталады. Осындай драмаларды көбірек көргіңіз келсе, арнамызға жазылып, видеоны ұмытпай лайк басыңыз, және пікірге осы драманың қалай ұнағанын жазыңыз.